қазақ тілі курстарына өйтіп толып бармайтын шығар шынымен. Түрк тілінің өзінің дәл қазіргі деңгейге жетуі ол 80 жыл көлемін алған екен. 1, 2, 3 оларда да түркшеде де 1, 2, 3. Өзге тілдерді білу қаншалықты пайдалы? Орыстың тілі әлемнің кілті. 12 болмақ түгіл 4 бола алмайды да. Шақтар 3 ғана болады. Мен сені 1 апта емес 1 сағатта үйретіп жіберемін, ағылшынша сөйлеп кетесің деп. 1 жыл уақыт ол менің ойымша өте қысқа уақыт сияқты. Нан тауып жей аламын деген сияқты әңгіме ғой. Так, даусым жақсы естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр. Тағы да ассалам. Уағалейкумассалам, Сәке. Қалайсыздар? Сіздерде неше Қазақстанда сағат қазір? Алматыда. Бірден кетті. Бірден. Бізде Түркияда сағат 10 қазір. Жақсы. Енді бүгінгі бір тақырыпқа бірден көше берейік па? Онда Нұржан? Сәке кеше айтып едіңіз ғой, бір қызық факт қазір жастардың арасында Алматыда көп жаңағы кәріс тілін үйренемін деген жаңағы кәріс тілі орталықтарына баратын адамдар көп жастардың арасында, жасөспірімдердің арасында. Бұл ешкім шынымен де сіз айтқандай жаңағыдай ешкім мәжбүрлеп оққан жоқ оларды. Өздерінің қызығушылықтарымен жастар толып барып жатыр да кәріс тілі курстарына деген сияқты. Мүмкін қазақ тілі курстарына өйтіп толып бармайтын шығар шынымен де. Неге деген сұрақ, шынымен де жауабы soft power деген термин бар. Жаңағы жұмсақ күш дейді. Ол жаңағы шоу-бизнес, entertainment, сериалдар, фильмдер, музыка. Технологиялар да бар. Сонымен қатар технология, дұрыс айтасыз. Оның барлығы soft power дейміз ғой. Шынымен де солай. Енді бізде 30 жыл бойы талқыланып келе жатқан мәселемізден өзіңіз білесіз, қазақ тілі. Біз өзіміздің айналамызға қарап судить ететін болсақ, біздің айналамыздың бәрі қазақша сөйлейді ғой негізі. Біздің екеуміздің айналамыз иә. Өзіміздің достар. Бірақ басқа айналаларға қарайтын болсақ, мен тіпті аяқта байқаймын, жаңағы Түркияға келген жастар бар да, төмер дейді ғой, жаңағы түрік тілін үйренуге келген жастардың арасында қазақша білмейді жастар. 2000 жылға 2005, 2004, 2003 жаңағы поколение Z дейміз ғой. Мен сөйлесем, былтыр турецкий жаңағы курсыда бірге оқыған кезде, түрік тілінің курсын, қазақша білмейді. Бірақ бір қызығы түрікшеге үйренуге деген ниеті бар. Құлшынысы бар. Былай қарасаңыз, жаңағы қазақ тілде түркі тілі ғой. Түрік тілде түркі тілі, мысалға, екеуінің структурасы, грамматикасы барлығы бірдей. Және бір қызығы, ол студенттердің көбісі қазақша сөйлегісі келмейді. Бірақ түрік тілін үйрену кезінде қазақ тілінен бар навыктарын жаңағы қолданады да. Өйткені оңай болады ғой, қазақша арқылы түрікшені үйрену. 1, 2, 3 оларда да түрікшеде де 1, 2, 3 деген сияқты да, мысалға. Мен келдім, бен келдім да, мысалға түрікше деген сияқты. Соны қолданады. Бір логикалық сұрақ туындайды да. Неге қазақ тілде түркі тілі, мысалға, сол арқылы түрік тілін үйреніп жатыр. Неге бірақ қазақшаға деген құлшыныс жоқ? Біз бұл жаңағы бұл қоғам қалай өзгереді? Қазақ тілін қызығушылық ашылатындай болу үшін не істеу керек? Жалпы сіз қалай ойлайсыз жалпы? Бұл қанша уақыт алатын процесс? Мен енді көптеген эксперттердің ойын оқып, солардың ойларын тыңдап, мынандай бір тұжырымға келдім. Біз қазіргі ұрпақ асығуы мүмкін, бірақ ол қанша асықса да, ол бірден қазір немесе ертең, дәл ертең немесе 1-2 жылдың көлемінде ол өзгеріп кетпейді. Ол қалай істесек те. Және бұл жерде асығыстық жасаймыз деп, біз одан ары осы үрдісті, яғни қазақ тілінің дамуы, ол қалай болса да қазақ тілі қазір дамып жатыр. Мысалға салыстырмалы түрде 80 жылдар, 90 жылдармен салыстырмалы түрде қазақ тілі қазір көп көрім дамып, қазақ тілінде біз
өзіміз сөйлеп бастадық, және өзіміз, мысалға сен бар, мен бар, біздің айналамыздағы адамдар, таныстарымыз, достарымыз барлығы өзіміздің тілімізде сөйлеуге ұялмайтын деңгейге жеттік біріншіден. Одан кейін өзіміздің тілімізде, яғни ана тілімізде сөйлеуде мақтаныш ететіндей деңгейге жетіп жатырмыз. Ол ақырындап болса да, енді бір-екі жылдың көлемінде болып кеткен жоқ осының өзі. Және тарихқа қарайтын болсақ та, мысалға жаңағы түрік, енді сен қазір Түркиядасың ғой, түрік тілінің өзінің дәл қазіргі деңгейге жетуі, ол 80 жыл көлемін алғаннан кейін, кеше мен саған айтып өткен болайын, Ататүріктің бастаған жаңағы бастамасы. Сол кезде Ататүріктің кезінде тіл комитеті деген пайда болған. Сол комитет сол 80 жыл бойы жұмыс жасаған екен, ең қызығы. Онда мен кеше оқып қалдым да, енді оны толыққанды зерттеп қарамадым, бірақ алайда осы 80 жыл бойы сол жұмыс жасаған өзі бір кәдімгідей бір түрік тілінің дамуына, оның басқалардың қызығуына айналатындай жағдай. Мысалы, қазақтар қазір Түркияға барып түрік тілін үйреніп жатқан, немесе Қазақстанда жүріп түрік тілін оқып жүргендер бар. Оның барлығы сол Түркияның саясаты, яғни soft power сетін айтып отырған жаңағыдай. Енді саған встречный вопрос дейді ғой, былайша айтқанда. Сол сияқты. Саған қарама-қарсы сұрақ. Аха. Сен қазір Түркияда жүрсің, оның алдында Англияда оқып келдің. Қазір өз ана тілінен бөлек, былайша айтқанда 3 тіл үйрендің, 3 тіл меңгердің. Енді жалпы былайша айтқанда 4 тіл білетін адам бола тұра, сені арамызда, мысалы бауырларымыздың арамызда, немесе достарымыз, таныстарымыз ешқайсысы сен бір полиглот ретінде қарамайды саған бәрібір. Келісесің ба? Иә. Қарапайым 4 тіл біледі, иә деген сияқты. Полиглот деп атану үшін бір 20 тілден артық білу керек сияқты бір ой туындайды, иә? Дәл солай. Сен өзің мысалға ағылшын тілін оқуға дайындалып бастаған кезде үйрендің. Одан кейін оқуға барған кезде де сол жақта ағылшын тілін тағы да одан ары дамытып, ағылшынша магистратураны бітіріп, одан кейін қайтадан Қазақстанға келіп біраз уақыт болып, қайтадан шетелге кеттің, яғни Түркияға кеттің де түрік тілін меңгере бастадың. Енді сенде бір өзіндік бір тәжірибе пайда болды, тіл үйрену тәжірибесі. Енді қалай ойлайсың, жалпы өзге тілдерді білу қаншалықты пайдалы адамға? Бірінші соны сен өз пікіріңді қосам байланысты. Күшті сұрақ негізі. Шынымен де мен сияқты, мысалы, Досжанды да айтып өтейік. Мысалы, біздің досымызды Қытайда қазір жұмыс істейді, университетте мықты зерттеуші, қазіргі таңда сабақ береді Қытайдың бір белді университеттерінің бірінде. 5 тіл біледі ол. Жаңағы мен білетін 4 тілден бөлек Қытай тілін біледі да, мысалға. Тоже бүйтіп ешкім ойбай, анау полиглот деп айтпайды, өйткені бізде басқа қалаларды білмеймін, енді Алматыдан басқа. Алматыда, Астанада уже андай бар сияқты. Мына 3 тілді білу уже как бы міндетті. Андай уже бұрын, мысалға, осыдан 15 жыл бұрын ағылшынша білсек, таң қалдыратын едік та жұртты. Вау, мынау ағылшынша біледі екен. Вау, мынау шетелге барып келген екен деген сияқты. Қазірде Құдайға шүкір, ағылшынды көп жастар үйреніп жатыр, көбісі біледі, и біліп те ешкімді таң қалдырамайсың қазір уже. Қазақстанда ағылшынша білгеніңді ешкімге мақтан тұта алмайсың уже. Өйткені ол да біздің бір білуімізге міндетті тілдің біріне айналып кетті да. Олсыз уже сіз бәсекеге қабілетті болмай қаласыз деген сияқты. Соны бүкіл Қазақстан жастары түсіну керек. Үш тұғырлы тілді бекер айтып жүрген жоқ оның барлығы. Ағылшын ғылымның тілі деген сияқты. Енді жаңа сіз қойған сұрақ. Мынандай жағдай болып тұр да, Нұржан. Маған мысалға, мен ағылшын тілінен сабақ бергендіктен, кейбір адамдар бар, бәлкім сен де сабақ беріп көрдің ғой ағылшын тілінен. Саған да мүмкін сондай сұрақтар қойған шығар. Бір таныстар болады міндетті түрде. Өзіміздің қазақ тілін үйретпейсің ба, нең бар шетте ағылшын тілін үйретіп деген сияқты. Осындай адамдарға мен бір кей кезде бір таң қаламын да. Енді мысал ретінде әлемдегі көп тілді білетін, көп тілді меңгеретін оқушылар саны көп, былайша айтқанда пайыздық есеппен алғанда. Люксембург көп есептеледі екен.
Мгм. Қарапайым оқушылар 4-5 тіл білу оларға норма. Иә. Сен жеке пікірі тек қана ағылшын тілі емес, бірнеше тілді білудің пайдасына байланысты. Осы жерде енді айта кетші. Жақсы. Жаңа айтайын деп жатқам, как раз бірнеше тіл білу адамға мүмкіндіктерді ашады ғой. Жаңағы кезінде Абайдың айтқанындай, орыстың тілі әлемнің кілті деген сияқты. Енді ол заманда, Абайдың заманында бір как бы шетелдік литератураға доступ тіл Абайдың өзінің заманында ол орыс тілі болды ғой. Орыс тілі арқылы әлемді танытты, былайша айтқан кезде. Енді басқа тілдерді меңгеру сол тілдің жаңағы сол тілде жазылған литература, сол тілдің мәдениетіне, культурасына кілт қой, былайша айтқан кезде доступ. Мысалға мен ағылшын үйрену арқылы мен бүкіл әлемнің кілтін аштым десем болады, өйткені бүкіл әлем ағылшынша біледі, ағылшынша сөйлейді. Как бы андай бір-бірімен коммуникация құралы ретінде қазір ағылшын тілі ғой. Любой кешегі мысалы FIFA-да да мысалы кеше футбол болды ғой, футболда да судьялар екі команда кездескен кезде тоже ағылшынша решать етеді, там қай жағында ойнайсың не деген сияқты жеребе тастаған кезде кез келген жерден жалпы жұмыс болсын, басқа болсын, ағылшын тілі ол коммуникация. Сондықтан мен қазір сенімділік бар да, әлемнің любой жеріне барсам, маған переводчик керек емес, маған гид керек емес, маған бір жол көрсету үшін бір сол елдің тілін беретін переводчик, қасында жүретін путеводитель керек емес маған. Кез келген, Аллаға шүкір, кез келген әлемнің жеріне барып, нан тауып жей аламын деген сияқты әңгіме ғой. Бұл жаңағы коммуникациядан бөлек, мен ол жерлерде жұмыс істеуге де бір мүмкіндігім болады. Артықшылық бар, ол тіл білгенім үшін бір мүмкіндіктер ашылады. Түрік тіліне келетін болсақ, бұл мен бұрын қызығушылығым бұрыннан бері бар болатын түрік тілін үйренуге. Біріншіден бұл жаңағы кішкентай кезімізден сериалдар көріп өскенден түрікше, түріктің мәдениеті, софт пауэры мықты болды ғой, негізі музыкасы, Таркан, Мустафа Сандал деген сияқты. Одан бөлек бұлардың ғылыми зерттеуі де жақсы, негізі әлеуметтік салада, университеттері де жаман емес. Сосын жаңағы әлемдік саяси аренада да, сосын менің өзім мамандығым туризм болғандықтан, туризм саласынан да жақсы бұлар мысалға да дамыған. Содан бөлек енді бұл біздің, как бы қалай айтсақ болады, түркі елдерінің ішіндегі ең дамыған елі ғой. Ең тілі атақтысы, былайша айтқан кезде, түрік тілі біздің түркі тілдерінің ішіндегі ең көп сөйленген, қалай айтсақ болады, ең көп адамдар сөйлейтін, сонымен қатар адамдар үйренгісі келетін, ең бір қызығушылық танытатын тілдердің бірі. Осыған қатысты, Нұржан, осыған біз тоқталамыз, менде осыған байланысты сұрақтар бар. Енді тағы сенің тәжірибеңе байланысты бір сұрақ болып тұр. Енді сен менен қарағанда көбірек тіл білесің бәрібір. Енді осы үйрену тәжірибесінде өзің тілді үйренгісі келетін адамдар бар, мысалы бізде Қазақстанда, ағылшын тілімен ғана емес, тағы да бірнеше тілді параллельно алғысы келеді, үйренгісі келеді. Сол бір уақытта бірнеше тіл үйренген ыңғайлы бола ма? Үйрену қажет па? Одан бөлек, егер адам үйреніп жатқан тілдің қоғамында өмір сүріп жатпаса, яғни айналасында сол үйреніп жатқан тілдің адамдар болмаса, қалай үйренуге болады сол тілдерді? Тез үйренуге болады. Қандай жолдар бар? Өзім пікірімді айтайыншы, менің пікірім может қатты болып кетуі мүмкін. Бірақ менің пікірімше, бір сөзбен айтайын. Егер адамның сол үйренейін деп жатқан тіліне қызығушылық болмаса, дәл сол моментте адам үйрену қиын болады ол тілді. Дәл сол моментте қызығушылық болмаса, келісем. Қызығушылық и екінші қажеттілік. Қажеттілікте бөлінеді ғой, бір жаңағы дереу қажеттілік болуы мүмкін, ол бір жаңағы срочный қажеттілік болуы мүмкін да. Жұмысқа тұру керек болып тұр. Срочный да, мысалы шетелге срочный оқуға
сүйін деп шештің, там осындай бір 9 айдың ішінде оқып IELTS тапсырып, там срочно Сенде кету болған керексің, оқиға. мүмкіндік туып тұр сондай да, мысалға. И сондай, и сосын плюс қызығушылық болу керек та. Қызығып, сол елдің мәдениетіне, сол тілге деген қызығушылық болмаса, ол қиын болады ол. Мысалға, мен жаңа айттым ғой, түрік тіліне қызығушылығым бұрыннан бартын. Бұрыннан сөйлегім келіп, сөйтіп не істеп жүретін, осы үйреніп алсам деп. Енді білдім, то, что түрік тілі оңай тіл, жаңағы біз үшін, қазақтар үшін, өйткені бізде түркі тіліміз деген сияқты. Бірақ сол қызығушылығымның арқасында 1 жылда емес, мен 3 ай, 4 айда тез үйреніп алдым. 3-4 айда үйреніп алдым түрік тілін. Ағылшынға енді ұзақ уақыт кетті, жаңағы сенімді деңгейде сөйлеу үшін. Бірақ соның өзінде ағылшын тіліне деген мәдениет, енді бүкіл Голливудтың фильмдері ағылшын тілінде деген сияқты, басқа да дүниелер, оған да қызығушылығым болды, сондықтан оны да бір жеңіл үйреніп алдым десем болады. Өйткені жұрттар мысалға ағылшын тілін бірінші курста немесе мектепте жүріп үйренетін болса, мен 4-ші курсқа шейін мүлдем how are you деген сияқты деңгейден шықпағанмын негізі. 4-ші курста бастадым, сол болашақпен оқуға түсемін деген жаңағы срочный мақсат болды, дереу жаңағы сондай бір кету керек, өзіме сондай бір мотивация пайда болды да, өзімде Англияға оқығым келеді деген сияқты. Ағаларым болды, сияқты әпкелерім болды, жаңағы оқып жатқан, сіз танисыз оларды, солардың артынан еріп оқуым керек деген сияқты. И сол қызығушылығымды оятып, сөйтіп, бірақ ұзақ уақыт алды. Енді бұл жерде айтайын дегенім, осы 2 нәрсе болмаса, негізі қиындау болады. Сондықтан бірінші қызығушылықты ашуға, сол қажеттілікті тудыруға жұмыс істеу керек деп ойлаймын енді өзім. Сіз қалай ойлайсыз? Мен келісем, қызығушылық болмаса, адам бастауға да бір ынта болмайды ғой, былайша айтқанда. Сізде қазір қандай бір қызығушылықтар бар ма басқа тілдерге, ағылшыннан басқа? Мен қазір араб тіліне қатты қызығып бастадым. Мен де араб тіліне қызығып жүрмін негізі, бірақ андай ғой, көз қорқақ, қол батыр дейді. Араб тілі маған енді ол әріптері басқаша ғой, жаңағы символдар басқаша ғой. Мешітке барып, кәдімгі дәріс салған кездер болды да. Ол кезде менде бір қулық болатын. Мен құлақпен жаттаған жақсы көремін де. Көп адам қабылдау әртүрлі. Біреу көзбен, біреу оқығанда, біреу көргенде, біреу естіген кезде деген сияқты. Менде естумен тез қабылдап алатын да. Сосын оқытқан кезде әбә тәсә деп оқиды да, соны араб алфавитінде. Сукун деп аталады ғой, шатаспасам. Сол кезде әбә дегендерді иби деп өзгереді. Сосын убу деп өзгеріп кетеді де. Сол кезде әбә тәсәжа, ибтсж, убутусуджу деп. Соны насылық жаттап алғанда, қолмен өтірік жүргізе салғанда бүйтіп. Мен жаттап алды деп ойлайтын сол кезде. Сонымен білмейтін болып қалып қалдым да, бірақ. Жақында ғана соның алдында мен тағы да бір попытка жасаған кезде жазулардың каллиграфиясы керемет қой араб тілінше. Және қиын ғой. Мен өзім почеркім өте нашар адаммын да. Және каллиграфиясын жасаумен қиналдым да, бүйтіп ойладым, маған келмейтін сияқты ғой. Мен тем более жазу жағым нашар. Енді мен араб тілін жазып үйренгенше уақыт деген көп кетіп қалады да, мен қысқа уақыттың ішінде әріптің өзін жасап үлгермей қаламын деп. Одан кейін балаларыма бір неме қосып қалған кезде, андай қарапайым жазулармен жасап берді, видеосын көріп. Ана кезде қайтадан оянып кетті, сосын қайтадан алдым да, дәптер алып, ручкамен жазған кезде, мен бір нәрсені түсіндім. Қиын жолдарды емес, оңай жолдарды іздеу керек екен де. Әдемілеу, жаңағы каллиграфияға мән беру емес, былайша айтқанда, әйтеуір жазып көріп үйреніп алу керек бірінші кезекте. Мен бастамасын көрдім, сосын алфавитті өзім ағылшын тілін үйрету методикасын өзіме қолдандым ғой. Мен мысалға бұрында жаңа бигинерларға, кішкентай 7-8 жасар балаларға ағылшын тілін беріп бастадым ғой, сен білесің ғой, өзің кітап жаздың. Сол кезде бірінші ABCDE деген бірінші жолындағы әріптерді жаттатқызамын. 20 минут бойы соған көңіл бөледі. Одан кейін 20 минутте ол 4-5 әріпті жаттап алу қиын емес оқушыға. Одан кейін оны қайталатып, ол ұмытпайтындай деңгейге жеткен соң, келесі тағы да 5 әріпке. Сөйтіп 1-2 сағаттың ішінде ол бүкіл алфавит жаттап алады да, мектепте 3 ай өткізетін соған үйрету үшін. Өйткені бірден бәрін үйретуге тырысады да,
бәрін үйретіп жіберге. Олай келмейді да. Тура сол сияқты мен қазір бір арабтың 6 әрібін ба 7 әрібін ба қазір былайша жазуларын бәрін кішкене біраз түсініп қалдым. Енді оның жаңағы сукундарын былай кішігірім білем, ол қиын емес негіз. Әріптің өзін жаттап алса, сукундарын үйреніп алуға болады. Жалпы мүмкіндіктер бар. Өзімізге өзіміз условия жасамасақ, бізге қазір в данный момент тілді үйренудің методикалары қатты дамымағанда әлем бойынша әлі. Бір көптеген тың нәрселер кейбіреулер шығарады да, бірақ оны жайып салмайды, өзінің кішігірім методикасы қылып сақтап жүреді. Мысалы бізде сөйтіп жүрміз ғой, шыны керек. Өзіміздің методикаларымыз бар, оны жайып салмаймыз. Бізге ол былайша айтқанда өзіміздің нанымызды әкеліп отырған зат қой деген сияқты қабылдап отырмыз. Бірақ болашақта ниет бар, соны бәріне ашып жіберіп, және осы методикамен үйретіңдер. Бірақ ол үшін әрине ол методиканы кәдімгідей ұштап алу керек. Ана рекламалар көп қазір ше. Типа мынандай дейді да, сен ағылшынша үйренгің келе ма, сен ағылшыншаны 2 айда меңгеріп алғың келе ма дейді. Біреу шығады басқа бір рекламада. Мен саған ағылшыншаны 1 айда үйретемін дейді. Біреу айтады, мен сені 2 аптада сөйлетіп жіберемін дейді. Біреулер жарысып, одан ерекше болу үшін мен сені 1 апта емес, 1 сағатта үйретіп жіберемін, ағылшынша сөйлеп кетесің деп. Солар қалай ойлайсыз жалпы? Өтірік нәрсе ма, шын нәрсе ма? Мысалға адамдар рекламада соған сеніп қалуы мүмкін. Мысалға шын реально, мысалы бигинер емес, әріп танитын мектепте оқыдық қой енді көбісінде адамдарда ағылшынша әріптер таниды көбісі, ABCD білет, сөз құрай алады деген сияқты. Сондай кісілерге, яғни elementary кісілерге қанша уақытта, қандай методикамен мысалы реально негізі үйреніп алу тілді ше. Кәдімгі бір шетелдікпен отырып сөйлесе алатын деңгейде, нан сұрап жей алатын деңгейде деген сияқты. Өзіңіз енді осының маманы ретінде қалай ойлайсыз? Мен енді өз методикам туралы түсіндіріп кете салайын онда, қысқаша. Мысалға жақында маған бір ағылшын тілі мұғалімі келді, былайша айтқанда жазылды. Сосын пробный сабақ жасаған кезде, енді пробный сабақта бірден көзін ашып беру керек қой. Вау дейтіндей, вау эффект жасау керек. Және мен оның деңгейін білмеймін, бірақ пробный сабақта мен ол beginner болса да, ол upper intermediate болса да көз ашылады біраз нәрсеге. Өйткені көп адамдар қазір кез келген кітапты алса да, кітаппен дайындалады ғой көп адамдар. Даже приложениемен дайындалса да, видео урокпен дайындалса да, белгілі бір тақырыптардан бастайды. Present simple деп басталады да тақырып. Одан кейін past simple, future simple, одан кейін continuousқа өтеді, сөйтіп кете береді. Кейбіреулер болады жаңағы present simple'ның сұраулы сөйлемі, болымды сөйлемі, болымсыз сөйлемі деп. Ал мен бірінші ағылшын тілі неден тұратынын түсініп алайық. Ағылшын тілі ғана емес, кез келген тіл ол сөйлем бөліктерінен тұрады. Сөйлем бөліктері сол сөйлемді құрайтын сөздер. Бірақ ол сөздер жай сөздер емес, әрқайсысы өзінің функциясы бар. Біреуі зат есім, біреуі етістік, біреуі сын есім деген сияқты, соны түсіндіріп беремін және оны қысқартып тастағам. Өйткені мысалға ағылшын тілінде numerals деген бар. Мүлдем үйретудің қажеті жоқ заттар да. Оны былай да былай кішігірім үйреніп бастағаннан кейін өзі-ақ қабылдап алатын заттар. Және сондай нәрсеге уақыт тире етпеу керек те, уақытты жоғалтпайды, кішкене біраз қысқартып, және минимализммен жеткізу керек. Және мен сол сөйлем бөлігін 6-ға бөліп тастадым да, 6-ақ сөйлем бөлігі, оның ішінде екеуін ең маңызды қылып түсініп алу керек. Зат есім, етістік. Қалғандары соларға былайша айтқанда бір жанама түрде соны түсіндіретін сөздер. Осыны түсініп алғаннан кейін, міне осыдан үлкен бір сөйлем жасауға болады, және ол сөйлем ағылшын тіліндегі ең ұзақ сөйлем болады да. Ал жаңағы 2 түрлін ғана қоса берсе, қысқа сөйлемдер құрай бересің. Онда проблема жоқ. Енді оны үйреніп болғаннан кейін уақыт деген мәселе ағылшын тілінде. Ол бір нәрсеге байланады. Осыны түсініп алу керек деп түсіндірем. Міне ол етістік. Етістіксіз біз уақытта түсіне алмаймыз. Мен Түркияға барамын деген, бірден бару деген сөз, етістік келер шақта түсіндіреді. Бардым десе өткен шақ. Бара жатырмын, ол осы шақ.
және бара жатырмын мен барып жүрмін деген екеуі де осы шақ бола тұра simple мен continuous айырмашылығын түсіндіріп беріп оны барлығын визуально түсіндіремін де. Менде соны түсіндіретін бір күшті бір неме жасап тауып алдым да. Және соны бір патенттеп алу ойыма келіп жүр негізі. Қызық бір. Жақсы. Енді осыны Қанша уақытта үйреніп алуға болады оны? Енді жаңағы нәрсені жаттаудың қажеті жоқ, ол түсіну ғана қажет. Одан кейін уақытқа көшкен кезде көбісі мен жаңағы сен айтқандай жарнамалардан көп байқаймын. Ағылшын тілінің 12 уақытын барлығын жаттаудың қажеті жоқ. Ең керегі қазір 6 уақыт деген сияқты келтіреді де бір. 6 шақ деген сияқты. Ең қызығы ағылшын тілі болсын, қай тілде болсын, шақтар 12 болу мүмкін емес. Ол 12 болмақ түгіл, 4 бола алмайды да. Шақтар 3 ғана болады. Мен соны жарнамалар көрген кезде де күлгім келеді де, келер шақ осы шақ өткен шақтан басқа шақ болу мүмкін емес те. Бірақ жарнамаларда экспертпін деп жүрген, ағылшын тілі мұғаліммін деп жүрген, бір керемет үйретемін деп жүргендер, адам ойын бірден сонымен бұзып тастайды да. Ағылшын тілінде 12 шақ мәссаған деп ойланып қалады. Енді қазақ тілінде ол келер шақ осы шақ өткен шақ деп түсініп жүрген адам, ол бітті, мына жерде уже қоя сал дейді ғой. Мотивациясын бірден құртып тастайды. Біз араб тілін жаңағы үйренуге деген мотивациямыз сияқты. Одан кейін мен соны түсіндірем. Шақтар 3 ғана. Бірақ әр шақта формалар болады. Мен бара жатырмын, мен барып жүрмін. Екеуі қай шақтар? Соны ойландырам. Ол өзі келеді. Так, мынау да осы шақ, мынау да осы шақ. Бірақ мынау жалпылама айтылған деген сияқты өзі келеді. Енді сол simple мен continuous. Perfect пен perfect continuous былай қоя тұр. Ол бізде жоқ ондай түсінік. Оны сосын өтеміз. Мына екеуін бірінші түсініп, одан кейін ол түсіну жартақ жұмыс. Жарты жұмыстан азырақ. Түсіну оңай. Жалпы кез келген ағылшын тілі мұғалім үйретіп жүрген нәрсе, ол бәріміз бір нәрсені үйретеміз, бірақ әртүрлі жолмен үйретеміз де. Көптеген мұғалімдердің проблемасы оқушыларға үйретеді, түсінеді оқушы. Бәлкім түсіну де мүмкін. Кейбіреу түсінбейді, түсіндіре алмайды кейбіреу. Бірақ түсіндіре алатындар болса, ол түсіндіреді, ол түсінді, бітті, келесі тақырыпқа кете береді. Ол өте үлкен қате. Ағылшын тілін үйрену үшін, тез арада сөйлеп кету үшін тақырып үйрендім ба? Оны үйреткен кезде жай ғана present simple ғана емес, жалпы simple үйрету керек, бірден. Ол келер шағда, осы шағда, өткен шағда бірден үйрету керек. Оны сұраулы, болымды, болымсыз сөйлемді бірден үйрету керек. Бәрін бір деген кезде, ол общий картинаны көрген кезде ол түсінеді адам. Сосын түсінген ол азық дегенім, ол соны қолданып үйрену керек бірден. Қолданып үйренген кезде бірінші проблема адамда, ол шатасады. Ол білет, бірақ шатасады. Сол шатасу мәселесін шешу үшін қайта-қайта практиковать еткізе берген сайын, ол кішкене ақырындап түсініп алады. Ана шатаспаудың жолдарын түсініп алады. Сосын адам жаттыққаннан ол шатасу азая береді, сосын шатасу жоғалады мүлдем. Одан келесі continuous толығымен нетіп, омен қолданып, сөйтіп, әртүрлі тақырыптарды өткен кезде, сол тақырыптарды қолданып бірден нетіп, қайтадан артқа барып, қайтадан қолданып, интервальный повторение жасатам. Интервалды түрде қайталау. Ананы қайталаған кезде уақыт өте келе, кішкене уақыт өтіп, қайталаған кезде кейбір нәрсе ұмытып қалған моменттер пайда болады да. Сосын ол жаттап, қолданып, сөйлеуі тездейді. Және ол сөйлеу ғана емес, менде ол бірден жазу керек болады. Бірден жазған кезде сөйлемді дұрыс құру керек, сөзден қате кетпеу керек. Және бірден орыс тілінен, қазақ тілінен ағылшын тіліне аудару. Яғни бірнеше скиллстарды үйренеді. Оның барлығы бір үлкен пайдасы бар. Бірақ ең қиыны, ол менің ойымша ағылшын тілін үйрену ең қиын нәрсе. Ол аудирование. Яғни listening. Listening үйрену, менің ойымша, ол сөйлеп үйренуден әлдеқайда қиын. Сөйлеп үйрену ең оңай деп ойлаймын. Ол менің ойымша дұрыс айтасыз, listening қиын нәрсе, бірақ кімнің сөйлеп жатқанын тыңдауда маңызды да. То есть, егер сіз English speakerдің ішінде мысалға местный британецтердің несін тыңдайтын болсаңыз, олардікі жаңа қиын болуы мүмкін да, тез сөйлейді мысалға. Бірақ бір мысалға академик
немесе там осындай зерттеу саласындағы бір сөйлейтін адамдар бар ғой, көшедегі тілмен емес, официальный тілмен сөйлейтін, жай сөйлейтін бір басқа ұлттың адамдары болуы мүмкін да, мысалға акценті четкий, андай бір артық несі жоқ, оларды үйрену оңай болуы мүмкін да. Бірақ мысалға Голливудтың фильмдерін көрген кезде ол қиын болуы мүмкін, өйткені ол жерде тез сөйлейді ғой. Сосын лексикасы, қолданатын ішіндегі сөздік қоры да слишком бай да. Неше түрлі біз жаттамаған сөздерді қолдануы мүмкін да. Сондықтан аудирование сол жағынан қиын да, бірақ жаңағы сіздің қызығатын нәрселеріңізді видеолары, мысалға ағылшынша, сізге оңай келуі мүмкін да. Мысалға сіз жаңағы шоу-бизнеске қызығатын болсаңыз, концерт, там бірдеңе, баяғыда болатын да, X-Factor, Voice деген сияқты программалар. Оларға қызығатын болсаңыз, және соның там Англиядағы немесе Америкадағы версияларын көрсе, мысалға, ол жерде бірден түсініп алуға болады да. Ол жердегі определенный терминдер ғой, музыкаға қатысты терминдер айтыла береді. Немесе бір басқа футболдың ағылшынша комментатормен көретін болсаңыз, онда егер футболға қызығатын болсаңыз, ол жерде де түсініп алуға болады да, өйткені футболда бір тоже бір нақты бір терминдер қолданыла береді. Бірақ сіз қызықпайтын сала, немесе бір мүлдем бұрын көрмеген фильміңізді көрсеңіз да, мысалы, ол жерде listening шынымен қиын болады да. Өйткені сізге таныс емес сөздер айтылып жатады, неше түрлі таныс емес акценттерді естуіңіз мүмкін деген сияқты. Білмеймін, мен өзімнің тәжірибемде солай болды. Егер местный, мысалға, ағылшынның, Англияның местный, Американың местный там лексикондарын тыңдайтын болсақ, түсінбеуіміз мүмкін, өйткені біз үйреніп жүрген ағылшыншадан бөлек болып шығады да, олар қолданатын сөздері. Мысалға, бізде енді курсыда базовый сөйлемдерді үйренеміз ғой. Hello, how are you? What are you doing? I'm fine деген сияқты, мысалға да, просто айтып жатырмын. Ол жерде, мысалға, Британияда ешкім how are you деп амандаспайды, мысалға да. Hey, you are right дейді, мысалға. Hey, you are right дейді. Мысалға, you are right дегенде бізге үйреткен жоқ қой, мысалға. Ешқандай языковой курста. Are you right деген сөз ғой. Are you all right деген сөз ғой. Сенде бәрі жақсы ма деген сөз. Hey, you are right дейді, мысалға. Басында бір сондай түсініксіз болатын. Қысқартып сөйлейді ғой, қысқартып қойышқанда. Сол ғой, осындай моменттер сіздің тыңдайтын киноларда болуы мүмкін да, жаңағы таныс емес выражениелер, былайша айтқан кезде. Сондықтан қиын болуы мүмкін. Оған байланысты менде де жаңадан бір методикалар ойлап тауып жатырмын. Енді әзірге ол тәжірибе үстінде отыр да, қалай болады екен деп. Бірақ бақылауымша жақсы іске асып жатыр. Ол қалай жүреді? Мен мысалға бір жыл оқытқан бір оқушым бар, бір жыл. Енді бір жыл деген кезде кейбіреулер қазір мына жерде шошып кететін шығар. Бірақ beginner'дан бастап қазір интермедиатке жетті. Осы интермедиатке жетудің арасында бір жыл уақыт, ол менің ойымша өте қысқа уақыт сияқты. Өйткені мен өмірімде бірінші рет бір оқушыны, 10 класының оқушысы, Мейірім деген қыз, beginner'дан бастаған болатын былтыр. Қазір интермедиатке жетті де, және спикингі мен кәдімгідей өзім таңғалдырады маған. Енді сөйлесуі, жаңағы сөздік қоры кәдімгідей көтеріліп кеткенде, сөздік қорын он кітап арқылы көтерді. Көп кітап оқытып отырдым. Әр деңгейде сол деңгейіне байланысты кітаптарды берген, 40-50 кітаптан оқытатын. Ол басында оған бір қиын нәрсе болып көрінді. Мен кітап оқи беру деген бір ауыр нәрсе деген сияқты. Одан кейін жаңағы сөздік қоры көтерілген сайын өзі түсініп отырды да. Және қайталау процесі, интервальный повторение жаңағы, интервал қайталау кәдімгідей әсерін ол түсініп отырды. Әр нәрсені түсінген сайын ол менің методикама деген жаңағы сенімі нығая берді. Сосын мен айттым, менде жаңағы листингке байланысты кішкене бір проблема бар. Спикингпен жалпылама айтқан кезде. Сен, егер екеуміз сөйлесетін болсақ, сенің листингіне ешқандай пайда болмауы мүмкін. Өйткені менің акцентім, спикингім, сөздік қорым, мысалға шетелден айырмашылығы жер мен көктей болуы мүмкін.
Сол себепті саған бірінші тапсырма деп тапсырма бердім. Ол тапсырманы бірінші мен өзім басымнан не өтті, соны істедім де. Мен ағылшын тілінде спикинг дамыту үшін басында жаңа чат рулетка деген бар ғой. Соған әлемнің бір мемлекеттерін таңдап аламын, мысалға аламда ақшты алып көрдім, Европаны алып. Сосын мен алдында жаңағы ақырындап неге өттім? Азия елдеріне. Бірінші Филиппины, Индонезия, Малайзия, солармен танысып. Сол кезде кәдімгідей спикинг деген керемет жүріп жатты менде. Индия, индустармен сөйлесіп көрдім. Әрқайсысы ол үлкен тәжірибе. Мысалы, индуспен сөйлесең, Индияның акцентін кәдімгідей түсіне бастайсың. Сосын Индонезия, Филиппиндармен сөйлескен кезде кәдімгідей маған бір көп көрім бір нәрселер ашылды да. Сосын жаңағы оқушыма мен сондай тапсырма бердім. Енді мектептің оқушысы 10 класс қана болғандықтан мен бірден оны үйреттім. Сен үлкен кісілермен сөйлеспе, өзіңмен қатарлас оқушыларды тауып алып отыр. Және оларды тауып алғаннан кейін мен жаңағы Google Meet арқылы сөйлесуін, жаңағы онлайн, сол кезде мен қосып қоясың, мен көрінбей отырып, мен көру керекпін кім екен, немесе видеоға түсіріп аласың сөйлескен, не туралы сөйлескен. Өйткені мен бақылауымда болу керек, ол мен жауапкершілігім. Сөйтіп бір 9-10 адамдай жинап ал, аптасына 3 рет, соның ішінен әйтеуір 3 табылады 3 ретке. Сол 9-10-ның арасынан 3-мен сөйлесіп тұрасың аптасына 3 рет. Және спикинг дамытасың. Тіл егерлермен емес, соған жақындау, мысалы европалықтар да бар, итальяндықтармен, немістермен ағылшынша үйреніп жүрген. Сондайлармен сөйлесіп баста. Өйткені Facebook'тан да табуға болады English Club дегендер. Неміс пабликтары бар, итальян пабликтары бар. Солай сөйтіп, жаңағы өзімен қатарластармен ақырындап көруге болады. Бірақ ол сондай методиканы істеп көрдік. Мен 2 ай болды. 2 айда прогресс енді байқалып жатыр, менің ойымша. Бәлкім сенде болған шығар сондай нәрсе. Ағылшын тілін Алматыда үйреніп, мен интермедиаттын деп Англияға барған кезде, ағылшын тілінде сөйлескендерді естіген кезде, мәссаған, акасы басқаша екен ғой деген. Ого, мен жаңа айтқан. Сәке? Дауысым естіліп тұр, жаңа либо менің интернетім, либо сіздің интернетіңіз. Осы интернетке байланысты бір ой айта салайыншы. Түркияда негізі әлсіз интернет. Қазақстанның халқы біздің интернет қаншалықты керемет екенін түсінбейді деп ойлаймын. Түсінбейді, мен де өткенде Түркиядан Қазақстанға барған кезде, Қазақстанның интернетін қолданған кезде, үйдегі әшейін оған жай деп ойлаған бұрынғы интернет, оказывается, мықты екен да, скорость. И соны түсіндім. Негізі Қазақстанда, Құдайға шүкір, бізде интернеттің скорості жақсы. Жаңағы сұрағыңызға жауап беріп кетейін. Бірінші барған кезде culture shock дейді ғой. Сол culture shockпен қоса, culture shock андай жақсы жағынан болды. Адамдардың жаңағы очередьке тұруы, мәдениеті, көмектесуі, қамқорлығы деген сияқты. Қарапайымдылығы, күлімдеуі деген сияқты. Бірақ жаңағы тіл сөйлеуі менің үйренген ағылшыннан басқаша екенін жаңа сіз айтқандай. Сол қатты не болды да, қатты бір күтпеген жағдай болды негізі. Бір қызық жағдай болды. Не алу керек болды да, мен айтып берген шығармын, может, бұрын сізге. Жаңағы салфетка ма? Влажный салфетка алу керек болды. Біз оны Қазақстанда андай барлық нәрсені прямой переводпен, жаңағы тікелей аудармамен үйренгенбіз ғой. Мен оны damp napkins деп аудардым Google Translator'ден. Негізі wipes екен да. Сосын барып жаңағы магазинде очередьте тұрып жаңағыдай. Can I have damp napkins десем, are you sure дейді. Сенімдісің ба дейді. Yes, I'm sure. Окей деді, жаңағы сухой салфеткалерді, қағаз салфетканы жаңағы краннан суды ағыз жіберіп, damp napkins деген сияқты. Сондай нәрселер бар. Негізі жерде чатрулет, омегл деген сияқты сайттар бар да, олар жақсы мүмкіндік шетелдіктермен коммуникация жасауға. Бізде Қазақстанда среда жоқ қой ағылшынша сөйлейтін. Біз бәріміз қазақша, орысша сөйлесеміз, ағылшынша сөйлейтіндер аз. Даже достарыңыз ағылшынша сөйлеу білгеннің өзінде де былай ағылшынша сөйлесіп практиковать етек дегенмен де
бәрібір сол қазақша орысша сөйлеп кетесіз да. Сондықтан жақсы құрал да жаңағыдай нелер, платформалар. Шетелдіктермен тілді дамыту үшін сөйлетуге болатын.